Әлеумет, ассаламу алейкум. Эфирде Көкпар бағдарламасы. Бұл Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған жастар арасындағы республикалық турнир екенін тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Сонымен біз бүгін Қызылорда облысы мен Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынамыз. Ең мықты қос облыс десек те болады. Ал ортадағы төреші Көкпардан Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпионы, Азия чемпионы, көшпенділер ойындарының жеңімпазы Нұрдәулет Момынов, елімізге еңбегі сіңген Көкпардан спорт шебері. Ал Қызылорда облысының құрамы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірден Нұрлыбек Асқаров, екінші нөмірде Бердібек Жорабек, үшінші нөмірде Данияр Сәдуақас. Әрі қарай тізімде Ақжан Тасжан, Серікбай Дамир, Жарқынбек Жұмабек, Расул Қуандық, Абылайхан Қалмағанбетұлы, Бағдаулет Ғаниұлы, Нұрберген Тәжімұхаммед, Әбу Насыриддин Файзулла, Есдәулет Берстен. Команданың жетекшісі Ислам Боранбаев, ал команданың жаттықтырушысы Сезбек Сыздықов. Ал олардың қарсыластары Азулы Құлагер, Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары. Бірінші нөмірде Әділет Мамыт, екінші нөмір Ерболат Шекербеков, әрі қарай Ербол Әбдіқалық, Бақыт Мәметқұлов, Тілеген Сүйіндік, Ералхан Айкөз, Әлайдар Шанжархан, Нұрислам Төлеп, Бекболат Смайыл, Ерлан Бәкір, Нұрбол Бердалы, Сенімжан Ерман. Команданың жетекшісі Оңтүстік Қазақстан облыстық ұлттық спорт мектебінің директоры Ғани Ахметбаев, команда жаттықтырушысы Нұржігіт Мырзабаев. Көкпардан Құлагер Көкпар командасының мүшесі, Қазақстан құрамасының мүшесі. Ал бүгінгі ойынға төрелік ететін ортадағы төреші жаңа ғана айттық. Көкпардан 9 дүркін Қазақстан Республикасының еңбек спорт шебері, елімізге еңбегі сіңген Көкпардан спорт шебері, Қазақстан 9 дүркін чемпионы Нұрдәулет Момынов. Ал қапталдағы төрешілер Руслан Кенжебеков, Жұмаділов және Нұрхан Айтбаев. Қадірлі телеөрмен. Міне, екі команда бір-бірімен сәлем сауқат сұрасып алғаннан кейін ортада ойын басталады. Және бүгінгі ойынды тамашалайтын комментаторларыңыз мен әдеттегідей Қайырхан Мәулен. Міне, төрешінің ысқырығы естілді. Қызғылт түстегі жейдеде өнер көрсететін бұл Қызылорда облысының палуандары. Ал олардың қарсыластары міне қою көк түстегі Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер Көкпар командасы екенін айта кетейік. Міне Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары әдегеннен серкені өз тақымдарына басып алғанын көрдіңіздер. Және шабуылға шығуға тырысқан. Әзірге Қызылорда облысының жігіттерінің әдемі қорғанысының куәсі болып отырмыз. Қызылорда облысының жігіттерінің бір мықты жері десек болатын шығар. Серкеге қолдар тисе, жұлып алмай қоймайды соны. Міне соның куәсі де болдық дәл қазір. Оңтүстік Қазақстан облысының палуаны серкенің тақымға басып алған. Алайда оны апарып салым салуға мүмкіндік берген жоқ қызылордалықтар. Нұрлыбек Асқаров деген өте мықты палуан бар Қызылорда облысының сапында. Егер жастар арасындағы ұлттық құрама жасақталатын болса, Қазақстан Республикасының онда бірінші болып кіретін жігіттердің қатарында сол Әділет Мамыт бар, Құрманбек Тұрғанбек бар, Жамбыл облысындағы Мейіржан Мәтжан бар. Міне осындай азаматтардың қатарында жүрген бірден бір палуан. Ол бірінші нөмірде өнер көрсетіп жатқан Қызылорда облысындағы міне қазір жекпе-жекте жүр Нұрлыбек Асқаров. Жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатында жасындай жарқырап, атой салып оңтүстіктің жерінде ойын көрсеткен. Тек осы Құлагерге ғана жол берген болатын. Осы Шымкенттің жігіттері мен қызылордалықтардың жолдары жиі-жиі түсіп қалып жүр, бір-біріне түйісіп. Ал барлық ойындарда Шымкент жігіттерінің жеңіске жетіп жүргенін айта кетейік. Сонымен әдемі шабуыл жасаған Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері болатын. Алайда серке мәре сызығының қақ ортасына түсе қойған жоқ. Тиісінше енді қызылордалықтар әдемі бір шабуылды ұйымдастыруға мүмкіндік алды. Алайда ол мүмкіндікті Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары жарты жолдан қайыра білді. Яғни шабуылды текетіресті ойынды тоқтатты.
Ортада қайтадан жекпе-жек. Нұрлыбек Асқаров пен Әділет Мамыттың арасындағы, екеуі де бірінші нөмірдегі команданың капитандары. Әділет Мамыттың астындағы Сәйгүлік Сұргөжек, ал Нұрлыбек Асқаров Құрма дейтін атты тізгіндеген. Құрма дейтін Сәйгүлік Оңтүстік Қазақстан облысының да құрамында бар екенін білесіздер. Алайда бүгін біз Қайтпас Көк бар, Алмат Қасқа бар, Ақбақай бар, Бөдене бар. Сондай аттарды әлем чемпионатында шапқан Ақбақай мен Бөдене. Сондай аттарды біз қазір Оңтүстік Қазақстан облысының тарапынан көріп отырмыз. Тағы да әдемі шабуыл Оңтүстік Қазақстан облысының тарапынан жасалған, бірақ мәре сызығының тура жиегіне тиіп қалды Серке. Сұргөжекті тізгіндеген Әділет Мамыт қайта-қайта шабуылдың өтіне шықса да салымды бола алмай жатыр. Қайтадан қазір міне Бөдененің үстіндегі палуанға Серке тиген екен. Қалай болады? Жалпы командалық тартыстан Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені өз тақымдарына басып алған. Және ашылып қалған секілді. Тура мәренің үстінде. Қазір тізгінді қайта бұру керек. Әдемі шықты. Және бұл салым болуға тиісті. Бұл салым. Өте тамаша. Салымды салған Бекболат Смайыл 9-шы нөмірдегі балуан, және астындағы тұлпар Бөдене. Бөдене дейтін бұл Сәйгүлік өзі кішігірім, шағындау келген, бірақ жылдамдығы да әдемі. Аттың басы кілт тоқтайды, көрдіңіздер, қалай кері қарай айналып кеткенін көрдіңіздер. Қызылордалықтар тіпті қапыда қалып қойды жаңа. Оның үстіне Бекболат Смайылды жақсы балуан болып тұр ғой. Оңтүстік Қазақстанның тумасы, міне өзінің облысының намысын қорғап жүрген палуан есепті ашып алғашқы өз облысының абыройын асқақтатты. Өте тамаша. Ортада қайтадан жекпе-жек орын алып жатыр. Бұл жолы Нұрлыбек Асқаров міне Серкені өз тақымына басып алған екен. Нұрлыбектің астындағы Құрма деген Сәйгүлік. Құрма мен Сұргөжектің арасындағы тартыс. Және Әділет Мамыт қазір Нұрлыбек Асқаровтың тақымындағы Серкеге жапса қалды да сол күйі ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада енді қайтадан жекпе-жек сайысы өрбиді. Жекпе-жекте Сенімжан Ерман мен Нұрлыбек Асқаров шыққан екен. Қызылордалықтарға осы жекпе-жектің бір аты жетпей жүр. Оңтүстік Қазақстан облысында да әрине жекпе-жектен атой салған аттар бар ғой. Десекте олардың да саны аз. Жекпе-жектің аттарын біз Жамбыл облысында көп кездестірдік. Лазер бар еді, Аю бар еді кезінде. Енді қазір дәл осы чемпионатта байқасаңыздар, Абырой дейтін ат алынды. Өте керемет Сәйгүлік. Кәдімгі алмас қылыш секілді тіліп тұр шіркін. Одан бөлек Маңғыстаудың Одиі бар. Қарағандының Намыс Көгі бар деген секілді. Осы Оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облыстарында тіліп айтар жекпе-жекке бір Сәйгүлік болмай тұр. Міне қазір Оңтүстік Қазақстан облысының палуаны Серкені өз тақымына басып алды да әдемі шабуылға шыққан сәтіне куә болып отырмыз. Бұл Сенімжан Ерман. Сенімжан Ерман қазір есепті еселеуге асығып бара жатқанына куә болып отырмыз. Сенімжан Ерман 12-ші нөмірдегі Оңтүстік Қазақстан облысының палуаны, және бұл салым. Аттың тұяғы теппегенде бұл Серке мәренің қақ ортасына түспеуші. Сенімжан Ерманның астындағы Сәйгүлігі Ақбақай, Айтулы Ақбақай, Атақты Ақбақай, әлем чемпионатында өнер көрсеткен, жылдамдығымен ерекше көзге түскен, құлагердің сапында қашаннан бері өнер көрсетіп жүрген Ақбақай міне тағы да бір салымның
иесі атанып отыр. Дани Ахметбаевтың сәйгүліктерінің ішіндегі бірден бір абыройлысы осы Ақбақай, Құрма, Бөгене солардың қатарында. Қараңыздаршы, мына жерде Серке қиыс кеткен, бірақ аттың аяғы Серкені дәл ортаға тастады. Мұндай да жағдай орын алып тұрады. Сонымен Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы шалынды, есеп 2-0. Сонымен тағы да Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені өз тақымдарына басып алды. Бұл жола Бақыт Мәметқұлов болуға тиісті. Бұл салымда саналды. Төрешінің тарапынан Бақыт Мәметқұлов, қадірлі телекөрермен, 1999 жылы туған балуан, Алмат Қасқа дейтін сәйгүлік екен. Сонымен ары қарай төрешінің ысқырығында естідік, ойын қайтадан жалғасты. Қызылорда облысының жігіттері міне Серкені тақымға басқан. Нұрлыбек Асқаров, бірінші нөмірдегі Қызылорданың ең үздік ойыншыларының бірі. Нұрлыбекті бүгін Оңтүстік Қазақстан жігіттері мүлдем ойнатар емес. Оның жалғыз себебі бар, қадірлі телекөрермен, командалық ойын кішкене аздық етіп тұр. Нұрлыбек Асқаровқа жағдай жасау керек басқа команданың. Тағы да Оңтүстік Қазақстан облысының балуандары Серкені өз тақымдарына басып алды. 12-ші нөмірдегі Сенімжан Ерман. Ерман Сенімжанның тақымына түскен Серке салым боп саналып жатқанын өздеріңіз білесіздер, және жеке дара шығып кетті. Міне командалық ойын. Жеке дара алып келді, бұл және салым емес. Деген. Сенімжан Ерман Ақбақаймен тағы бір салым салуға тырысып еді, бірақ мүмкіндік болмады. Енді ортада жалпы командалық тартыс болады. Сенімжан елдің сенімін ақтап қайтадан Серкені алар ма екен? Міне тартыс, шаба тартыс, жата тартыс дейді қазақ осына. Тағы да сол Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары Серкені тақымға басып алды, бірақ қызылордалықтар қалай жұлып алып кеткенін көрдіңіздер ғой. Алайда Серкені аттың екпінімен кеп қағып, Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жүрге тырысқан қызылордалық палуан Серкені жерге тастай салды. Міне мына аттың жүйрігін қараңызшы, қылқұйрық қой мынау, шіркін-ай. Енді осы шабысынан жаңылмау керек. Еңкейіп тастай беру керек. Жақындаған сәттен бастап, деген-ай, кішкене кештеу тастақ қалды. Ертерек тастағанда бұл Серке мәре сызығының қақ ортасына барып түседі. Енді жегіне барып түсті. Не болды? Ортада жалпы командалық тартыс қайтадан. Мүмкіндікті жіберіп алды қызылордалықтар. Оңтүстік Қазақстан балуандары мұндай мүмкіндікті қайта-қайта бере бермейді. Жаңағы қарагер сәйгүліктің қылқұйрық екенін көрдіңіздер ғой. Қалай шабады? Жылдамдығы өте тамаша. Қызылордалық балуандар Серкені тақымға басар тұста Оңтүстік Қазақстанның балуан жұлып әкеткенін көрдіңіздер. Міне атты осылай кілт тоқтату керек. Тағы да тарту керек тізгінді. Алайда 8-ші нөмірдегі Абылайхан Қалмағанбетұлы бұл жерде дұрыс ойната алмай қалды. Ең нәтижесінде ортада жекпе-жек сайысы болды. Өйткені Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Сенімжан Ерман қайта шықты Ақбақаймен. Міне Ақбақай қалай барып Серкенің маңына тұра қалады. Сенімжан Ерман Серкені өз тақымына басып алды. Сенімжан Ерманға жағаласып тұрған бұл жерден Нұрлыбек Асқаров болуға тиісті. Сенімжан Ерман жалғыз өзі қайтадан жеке дара шауып шығып кеткен көрдіңіздер. Қазір атты тоқтатады және мәреге қарай бұрады, және бұл салым өте тамаша. Керемет. Көрдіңіздер ғой.
Әуелгіде тастамай айналып кетті. Сенімжан Ерман Ақбақаймен есепті еселеп отыр. 1996 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған палуан. Тағы да бір айта кететін дүние, қадірлі телегөрермен, бұл Әшімхан Кенжебеков еске алуға арналған республикалық турнир. Және дәл осы турнирға 1996 жыл туған палуандар да қатыстырылып отыр, жастар арасында болса да, өйткені ойын кішкене қызығырақ болсын деген ниет болатын. Міне осы жерде тастаймын деп бір алдап кетті. Нұрбол Бердалы болуға тиісті бұл. Және осы турнирдің ұйымдастырушыларының бірі һәм бірегейі ол Маңғыстау облысы. Маңғыстау облысының ұлттық ат спорт орталығының директоры Қанағат Сүйебаевтың тікелей ұйымдастыруымен болып жатқан турнир екенін айтқанымыз жөн. Осылай кезінде Маңғыстауға көкпарды алып келген Әшімхан Кенжебеков, сол кісінің ісін жалғастырушы Қанағат Сүйебаев десек болады, сол өзінің ұстазының атындағы осындай үлкен доданы биыл алғаш рет ұйымдастырып отыр. Және бұл турнир амандық болса дәстүрге жалғасады деп те уәде берді. Келесі жылы Ақ таулардың маңында, Маңғазы Маңғыстаудың жерінде, Қарт Каспийдің жағасында біздің палуандарымыз көкпар тартып, Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған турнирде бақталастырады. Биылғы жарысты Маңғыстау облысы ұйымдастырғанымен Жамбыл облысында ұйымдастырды. Ондағы бірден бір себеп Жамбыл облысы осы көкпардың орталығы, оның үстіне Оңтүстік Қазақстаннан, Алматыдан, Қызылордадан командалардың келуіне бұл үлкен мүмкіндік. Әйтпесе сонау 2 күндік жерде аттарды салып алып үлкен жүк көліктермен жүріп өту өте қиынның қиыны. Сондықтан да осындай бір үлкен мүмкіндік жасады. Барлық командалар қатысын деген ниетпен. Соның өзінде 8 команда жиналды. Келесі жылы Маңғыстауға ұйымдастыратын болса, онда барлық командаларды атсалысамыз дегендей тырысып отыр. Оның үстіне Атырау бар, ар жақтағы Ақтөбе бар, Оралыңыз бар. Сол батыс өңірдің командалары да жиналуға тиісті. Міне, қазір тартысты ойынның куәсі болып отырмыз. Және осы чемпионаттың өтуіне тағы бір сүбелі үлесін қосқан азамат бірден бір болатын болса, ол әрине Қуан Құрамаев, Нұрдәулет Момынов. Міне осындай азаматтардың септігімен өтіп жатқан турнир Маңғыстау облысының қаржылай демеуші екенін айта кетейік. Қазір енді барынша Қызылорда облысының жігіттері салым салуға тырысады. Бірінші кезеңнің соңғы жағына таяп қалдық. Және бұл Қызылорда облысының әдемі шабуылы. Міне салым. Өте тамаша, өте тамаша. Керемет салымның куәсі болдық, қадірлі телегөрермен. Қызылордалықтар осылайша есепті қысқарта білді, сәл де болса. Бұл салымның авторы Данияр Сәдуақас, қадірлі телегөрермен. Данияр Сәдуақас 1998 жыл туған, астындағы тұлпары Тұмар. Міне Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында туған палуан. Ойынның 20 минутында бірінші кезеңнің ең соңында осылайша бір салым салып 4-1 есебімен аяқтап отыр. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері алда.
Көкпардан Ашымхан Кенжебековті еске алуға арналған республикалық турнирдің кезекті іріктеу ойындары. Бұл бәсекеде дәл қазір Оңтүстік Қазақстан облысы мен Құлагер көкпар командасы мен Қызылорда облысының құрама көкпар командаларының арасындағы бәсеке, әрине жастар арасындағы турнир. Қазір енді Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері 4-1 есебімен алда келе жатыр. Серке тағы да ойын алаңының сыртына шығып кетті. Негізі көбінесе сол терезесі тең командалардың арасында өрбейтін ойындарда жекпе-жек сайыстары көп болатын. Алайда бұл жерде енді мықты команда саналатын ол Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері екенін түсінікті, айтса да айтпаса да, десек те соған тегеурінді қарсылық көрсетіп отырған міне қызылордалықтарды біз айтпауымызға хақымыз жоқ. Мінекей қазір Серкеге талас, жата тартыс, шаба тартыс болып жатыр. Оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облысы жігіттерінің арасындағы бәсекеде қызылордалық палуандардың да өте мықты өнер көрсетіп жатқанын көріп отырмыз. Алайда 4-1 есебімен Құлагер сапындағы мықтылар алда. Міне Нұрлыбек Асқаров Серкені өз тақымына басып алды, кішкене қисығынан басылып қалды. Соның нәтижесі болса керекті. Серке дәл мәре сызығының тура жиегіне барып жатыр. Әйтпегенде оңтайланып алғанда, атты бір тоқтатып алған кезде Нұрлыбек Асқаров әдемі бір салым салуға мүмкіндігі бар еді. Енді бұл жалпы командалық тартыс. Командадағы ойыншылар осылай бір-бірін жауып тұруға міндетті. Құлагер көкпар командасының сапындағы ойыншы қазір Серкені өз тақымына басып алды. Нұрислам Төлеп болуға тиісті, бірақ қызылордалықтардың да қарсылығын көрдіңіздер. Мінекей Серкені қайтадан өз тақымында қалдырған палуан, қызылордалық қос палуанды, тіпті 3 палуанды артта қалдырып шабуылға шықты. Тізгінді кері бұруға тырысады, өйткені ойын алаңының сыртына шығып кетуі мүмкін. Нұрлыбек Асқаров қазір келіп Серкеге жармасты. Бұл Серкені тізгіндеп жүрген Әділет Мамыт екен. Әділет Мамыт осы Құлагер көкпар командасының жастар командасының капитаны және өте білікті көкпаршылардың бірі, өте тәжірибелі ойыншылардың бірі десек болады. Мінекей Нұрлыбек Асқаров, бұл енді тума талант бұл жігіт. Нұрлыбек Асқаровтың астындағы Құрма деген сәйгүлік. Нұрлыбек Асқаровты Құлагер көкпар командасының жігіттері мәренің маңына жуытатын емес. Қорғаныста қалай өнер көрсетіп жатқанын көрдіңіздер. Бірақ Нұрлыбек Асқаровты қайтпайды, аттың басын ары бұрып, кері бұрып, өзінің астында Құрманың да басы қайым екен. Мінекей, қорғаныста осылай өнер көрсету керек. Ал Қызылорда облысының жігіттері қазір шыны керек. Кімді жабарын білмейді. Нұрлыбек Асқаровтың жалғыз өзіне қиындық тудырып жатыр. Соның өзінде міне мәреге жақындаған сәтке куә болдық. Бұл салым өте тамаша, қараңыздар. Қандай керемет салым. Нұрлыбек Асқаров астындағы аты Құрма. Расымен де бір керемет салым болды. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері қаншама қорғанды. Қазір қайталап көріністен де байқаймыз. Міне қалай қыспақ қалды. Қызылордалық жігіттердің көбісіне қайран болған жоқ бұл жерде Нұрлыбек Асқаровқа. Бірақ сөз басында айттым ғой, бұл жігіт тума талант деп. Міне сол сөзімнің дәлелін шығарып беріп отыр. Жарайсың Нұрлыбек. Өте керемет салым болды. Қандай командаға барса да сол команданың бағын ашатын палуан болып тұр ғой. Кезінде дәл осылай жасындай жарқырап Құрманбектер шығып еді. Қазір Құрманбектердің тақымына Серке түссе салым. Мейіржан Мәтжан шыққан, Әділет Мамыт шыққан дәл осылай. Әйтпесе Нұрлыбек Асқаров небәрі 18 жасар палуан. 1999 жылы туған. Әлі 19-ға жасы толмады. Осының өзінде қандай тамаша керемет өнер көрсетіп жүр. Серкеге таласы әлде болса жалғасуда. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкеге иелік етіп жүр. Дәл қазір жеке дарамен шығып кетуге мүмкіндік алды. Командалық әріптестері қандай қолдау көрсетеді Шымкенттің жігіттері, қараңыздаршы бір-біріне. Міне алдын жауып шыға алады. Мәреге дәл жетті, және бұл салым емес. Өйткені Серке мәре сызығының жиегінде қалды. Енді ортада жалпы командалық тартыс өрбиді. Командалық ойын деген осылай болу керек. Егер Қызылорданың жігіттері Нұрлыбек Асқаровқа дәл осылай жол ашып беріп отыратын болса, Нұрлыбек Асқаров осы кезге дейін 4-5 салым салып тастайтын еді бұл аяқ. Соның өзінде салым салды. Өте мықты. Екінші тайм жалпы қызылордалықтардың пайдасына шешіліп жатқан секілді әзірге. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары міне.
Серкені қайта жоғалтып алып жатқан жайға куә болып отырмыз. Нұрлыбек Асқаровтың тақымындағы Серке командалық әріптестері қолдау көрсету керек қазір Нұрлыбек Асқаровқа. Міне Нұрлыбек Асқаров ақырындап мәреге қарай жақындап келе жатқан сәтке куә болып отырмыз. Нұрлыбек Асқаров тағы да бір есепті еселеп кететін болса, онда шымкенттіктердің жағдай қиындай түседі. Қалай болар екен? Төрешінің әзірге ысқырығы шалынған жоқ. Нұрлыбек Асқаров Серкені сенімсіз тастаған кезде шымкенттіктердің жабыса кеткенін көрдік және жұлып алды. Өйткені тақымында тұрған жоқ еді Серке. Міне тартыс тура шымкенттіктердің мәресінің алдындағы тартыс. Мінекей атты қалай тоқтатады көрдіңіздер ғой. Серкені тура ойын алаңның жиегіне қалдырып кетті. Керісінше келіп алу керек, керісінше. Шымкенттіктер Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жүруге тырысып жатыр. Және ол мақсаттарына да жетті. 4-ші нөмірдегі Бақыт Мәметқұлов салым салған палуан өте еңкейгіш екенін көрсетіп отыр өзіне. Мінекей тағы да ортада жекпе-жек Сенімжан Ерман мен Нұрлыбек Асқаровтың арасындағы, бірі 12-ші, бірі 1-ші нөмірдегі ойыншылар. Сенімжанның тақымына Серке түссе, онда қызылордалықтарға қиындық туындайды, қорғанысты күшейту керек. Нұрлыбек Асқаровтың бойы бір қарсы болып тұр жағында. Бірақ соның өзінде қандай керемет ойыншы екенін көрсетті. Ерман Сенімжан Серкені өз тақымына басып алды, асықпай басып алды. Енді жеке дара шабуылға шығады. Астындағы Сәйгүлік оның үстіне Ақбақай. Анау-мынау арғымаққа жеткізе қоймайтын атты. Міне қараңыздар, кес-кестеп қызылордалықтар алдынан қалай қорғанарын білмей жүр. Мінекей! Сенімжан Ерман. Шабуылшы болсаң осылай бол. Сенімжан Ерман. Астындағы аты Ақбақай, 1996 жыл туған палуан. Астындағы Сәйгүлігімен есепті 5-2-ге жеткізіп кетті. Енді оңтүстік Қазақстан жігіттерінің айызғаны бойын көрсететіндей жағдайға жеткендігін көріп отырмыз. Қызылордалықтар қорғаныста да көрдіңіздер ғой, алдынан кес-кестеп шығып, қалай қарап жабу керек екенін білмей тұр. Сенімжан Ерман қамшы басатын кезде басады, аттың тізгінін тоқтататын кезде тоқтатады, оның үстіне Ақбақайды ақылдатты қой шіркін. Айналып кететін жануар ғой. Міне қызылордалықтар қалай жұлып әкетіп жатыр Серкені. Бірақ қапталдағы төрешінің Руслан Кенжебековтің қызыл жалауы көтерілді. Айтпақша, дәл осы төрешілік қызметте жүрген Руслан Кенжебеков, Бақытжан Кенжебеков дейтін қос азамат бар. Сол екеуі де осы Әшімхан Кенжебековтен тараған ұрпақ. Екеуі де қазір Маңғыстау облысының көкпарының дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтар. Міне қызылордалықтар оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің арасында қалып қойып жатыр Серкені алғандар. Ал қапталында жүрген Қызылорданың жігіттері оларға жол ашып бере алмайды. Өйткені командалық ойын сәл-пәл әлсіздеу. Осындай мүмкіндік Шымкентте болсыншы, олар оны қапыда қалдырмайды. Міне қазірдің өзінде Серкенің бір сираға Шымкентте, бір сираға Қызылордада, соның өзінде міне 5-ші нөмірдегі палуан Әділет Мамытқа қандай жағдай жасап жүр, көрдіңіздер ғой. Әділет Мамыттың тақымына Серке түскен екен. Әділет Мамыт міне тізгінді кері бұрып, Серкенің тақымға дұрыс басып үлгеріп жатыр. Ой, шіркін, қандай палуан десеңші. Астындағы аттың міне тізгінін бұрып, кері бұрып қайтадан әдемі шабуылға шықты. Міне қамшыны басу керек енді сауырда. Мінекей, өте тамаша, жалғыз өзі жеке дара шауып шығып кетуге мүмкіндік алуға барын салады енді Әділет Мамыт. Әділет Мамыттың астындағы Сәйгүлігі негізінен бастапқыда сұр көжекті мініп жүрген, қазір атын ауыстырып шыққан екен. Міне мәренің тура түбіне келді. Мәренің тура түбіне келген кезде қызылордалықтар қорғанысты күшейтті. Бәрі де Әділет Мамыттың маңына барып Серкені жұлып алуға тырысып жатыр. Міне тартыс, міне ойын. Қараңыздаршы, Әділет Мамыт сонда да бермейді. Және жалғыз өзі мәренің үстінде бұл салым болуға тиісті. Және салым. Өте тамаша. Әділет Мамыт есепте еселеді. Есеп 6-1. Өте керемет. Команданың капитаны
өзінің жігіттеріне осылай рухын көтеру үшін де осылай арасында еңбектен салым салып тұр. Әйтпесе көп шабуылдарды ұйымдастырып жатқан, көп қорғаныста сәтті және тамаша ойын өрнегін көрсетіп жатқанда осы палуан болады. Қайталап көріністе сіздер Әділет Мамыттың тамаша салымына куә болдыңыздар. Төрешінің ысқырығы қайтадан кіші шеңберде жатқан Серкені алыңдар деп бұйырғандай. Әлде болса Серке оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің тақымында болған. Жеке дара шығып кеткен тағы да бір палуанды көріп отырмыз. Бұл оңтүстік Қазақстан облысына пайдалы іс жасай алмады дәл қазір. Ай, шіркін ай. Төрешінің ысқырығы естілді және ортада енді жалпы командалық тартыс болады. Өйткені Серке мәре сызығының тура жиегінде жатты. Міне қазір оңтүстік Қазақстан облысының палуандары Серкені қайтадан басып алды. Тақымға сұргөжекті бұл жолы иеленіп жүрген Нұрбол Бердалы болса керекті. Оңтүстік Қазақстан облысының кезекті бір шабуылы. Нұрбол Бердалының тақымында Серке. Міне мәренің тура үстінде тастай салу керек, бірақ қызылордалықтар оған мүмкіндік берген жоқ. Серкеге жапса кет, тақымдан шығарса жұлып әкетейін деп тұр. Бәрінің де осы бір Серкеге таласы бар. Міне қайтадан топты айналдырып бір шашып алды да өзі мәреге қарай жақындап келе жатқан Нұрбол Бердалыны көріп отырмыз. Әй, әттеген ай. Қызылордалықтар жұлып әкететін болды Серкені. Жоқ. Міне Шымкенттің жігіттері 7-ші нөмірдегі Әлейдар Шанжарханға бұйырды Серке. Әлейдардың тақымына кетті Серке қазір. Қорғаныста жүрген палуан бұл негізінен. Әлейдардың тақымындағы Серке атты ара айналдырып, бер айналдырып қызылордалықтарға мүмкіндік берер емес. Серкені оң жағынан жақсылап тұрып басып алды қазір. Артын қысқартып, әйтпесе ол атына да ауырлық тигізетін еді. Бірақ қызылордалықтарға бұл тартып алуға үлкен мүмкіндік. Өйткені жартысынан басым бөлігі тақымында емес. Десекте оны беретін Әлейдар бар ма? Міне қазір командалық әріптесіне қайтадан Серкені ұзатып берді. Әділет Мамыт алған секілді. Жоқ, Әділет емес екен. Ерлан Бәкір қазір Серкені тақымға басқан. Ерлан Бәкір Серкені тақымға басып шабуылға шыққан кезде қызылордалықтардың қорғанысы күшейіп жақындатар емес. Серке ең болмаса ойын алаңының сыртына да шықпайды. Екі команданың жігіттерінің арасында алма кезек ауысып жүр. Міне қызылордалықтар Серкені тақымға басып алды. Алайда оңтүстік Қазақстанның қорғанысы Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жүретіндей келе жатыр қазір. Иә, өкініш Абылайхан Қалмағанбетұлының тарапынан көрсетілген. Енді ортада жекпе-жек сайысы. Жекпе-жекте қос өңірдің қос мықтысы мәреге міне оңтүстік Қазақстан облысының палуаны бірінші болып жетуге асығып Серкені өз тақымына басып алғанын көрдіңіздер. Әділет Мамыт міне сұргөжегін қайта мініп шыққан екен. Әділет Мамыттың тақымында Серке қалай жұлып алды көрдіңіздер ғой. Қараңыздар, шыққандай тамаша ойындерден көрсетіп жатыр. Әділет Мамыт міне мәреге жақындады және қызылордалықтардың қорғанысы да күшейіп кетті. Әділет Мамыт қазір қайтадан мәреге қарай оқ бойы озып шыққан көрдік және бұл салым өте тамаша. Әділет Мамыт ойынның 39-шы минутында ең соңғы минуттардың бірінде есепті еселеп кетті. Міне сұргөжекпен
өзүнүн баштапкыда минип чыккан атымен экинчи салымын салды. Жаңа бөдөнүмен салган секилди, эми кайтадан сур көжөктө минип чыккан экен. Әділет Мамыт өтө керемет оюн көрсөткөнүн көрдүңүздөр. Жарайсыңдан баш кайтарды. Осылайша Кызылорда облысы мен Оңтүстүк Казакстан облусунун арасындагы көкпар басекеси аякталды. 7-2 эсебинен Оңтүстүк Казакстандын Кулагер көкпар командасы алга озуп чыкты. Бул көкпар багдарламасы алдагы оюндарды Казспорт телеарнасынын эфиринен толуктай тамашалай аласыздар. Сондуктан ар бир шаңыракта элимиздеги нөмір 1 спорттук арна Казспорт косулуп турсун дейбиз.